Menjen. Miért nem virágoztál minden fa levelen, minden fa levelen, cédrusfa tetején, de nem az a rózsa, kikiskáltál nyílik, hanem az a rózsa, ki egymást szereti, szerelem. Bravo, bravo. Hoş geldingizler. Welcome to Kazakhstan. Таңшолпан, төрлетіңіздер. Бізде Ғонгриядан келген қонақтарымыз дәл қазір студиямызда. Қош келдіңіздер, төрге шығыңыздар. Құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызда ерекше меймандар, елордамыздың 20 жылдығына өздерінің сый тартуларын ала келген арулар, венгриялық арулар, Тилла және Төлөк. Флора ханымдар, қош келдіңіздер. Және біздің осы ханымдардың келуін ұйымдастырып, үлкен деңгейлі шараны ұйымдастырып отырған Қазақ туризм ұлттық компаниясы департаментінің басшысы, Көшпенділер әлемі фестивалінің ұйымдастырушыларының бірі Гаухар Жеңісбек ханым, және бізге бүгін аудармашылық көмек көрсететін Индира ханым. Қош келдіңіздер. Студиямызда ерекше бір сұлулық, қайырлы таң дейміз. Сіздердің сұлулықтарыңыз бүгінгі студиямыздың көркін беріп тұр. Астанаға қош келдіңіздер. Өте әдемі, beautiful song. Өте керемет. Астанаға алғаш келіп отырсыздар ма? Енді Астанадан алған әсерлеріңіз туралы айтып отырсаңыздар. Először jártok Asztanába, és mi a véleményetek, és hogy éreznek magukat itt? Nem először vagyunk, már második alkalommal, de Kazahsztánban negyedszerre járunk itt, hiszen Almatyban is voltunk már a Spirit of Tengri Fesztiválon, és úgy érezzük, mintha otthonról hazajöttünk volna, mert az emberek mentalitása és az a szeretet, a vendégszeretet, vendéglátás, amit otthon tapasztalunk, azt itt is nagyon nagy szeretettel tapasztaljuk. Өзіміз Қазақстанға 4-ші рет келіп отырмыз, Астана қаласында 2-ші рет.
Осыдан бұрын Spirit of Tengri деген фестивалында өнерімізді көрсеттік. Өзіміз Қазақстанда үйдегідей сезінеміз, өте жақсы көреміз дейді. Үйден келіп, өз үйімізден келіп, үйге келгендей, қазақтардың қонақ жайлығына өте қуаныштымыз дейді. Ылғи бізді шын жүректен қарсы алады, жақсы көреміз дейді, жақсы сезінеміз дейді өздеріміз. Керемет, расында да бауырлас халықтың өкілдері екені бірден көрінеді, бауырмалдығы, бір бізге деген жақсы сезімдері көздерінен көрініп тұр. Кім Тила, кім Түрік? Флора. Флора. Түсіндім. Кім? Тила кім? Тила. Нақсы Тила, е? Тила. Сіз Флора. Жақсы, өте жақсы. Ал енді Гаухар ханым, сізден сұрайыншы, жалпы көшпенділер әлемі фестивалі не мақсатпен ұйымдастырылып отыр және қатысушылар қанша мемлекеттен келді? Фестиваль бағдарламасына да тоқталып өтейікші, көрерменге қызық деп ойлаймыз. Ең бірінші бұндай үлкен ауқымды фестивальдің өткізудің ең бірінші мақсатымыз біздің туризм, негізі туризм саласын дамытудың ең басты, ең маңызды бір бағыттарының бірі, ол оқиғалық, қазір событийный туризм дейміз, оқиғалық және іскерлік туризм дамыту. Сол мақсатпен біздің бүкіл дүние жүзіне біздің ұлт дәстүрімізді, бізбен бауырлас елдердің ұлт дәстүрін танымал ету. Өйткені егер әр адамның өзінің қаласынан басқа өлкеден басқа өлкеге мемлекетке бару үшін бір өте мынандай маңызды бір іс-шара болу керек. Ол фестиваль болсын, жоқ форум бола ма, конференция бола ма, сол ең ауқымды бір мәселелердің бір осындай фестиваль өткізу. Сол мақсатпен негізі Көшпенділер әлемі фестивалі. Қанша мемлекеттен қатысқалы отыр? Биыл 8 мемлекеттен келеді. 8 мемлекет. Оның ішінде Хангрия мемлекеті бар біздің студиямызда. Әдемі қыздарымыз негізі. Ал енді осы орайда тағы бір сұрақ қойғанды жөн көріп отырмын. Жалпы енді сіздер бізбен туыс болып келесіздер негізі. Және де жалпы ғұндар тілінде, венгр тілінде көптеген сөздер қазақ тіліне өте ұқсас келеді дейді. Осы туралы мүмкін қыздарымыз білетін де шығар. Tudjátok, hogy a kazahok és magyarok rokonok, és rokon tudatú népek, és úgy tudjuk mi, hogy a kazah és magyar nyelv között nagyon sok hasonlóság van. Arról mit tudjátok mondani? Mi is ezért vagyunk itt. Igen, mi is ezért vagyunk itt, és tudjuk ezt a testvériséget, és nagyon örülünk, hogy teljesen otthonnak tekinthetjük Kazahsztánt is, mert úgy fogadnak bennünket, tehát testvérként fogadnak bennünket, és valóban vannak hasonlóságok a két nyelv között, például az alma, az nálunk is almát jelent. Әрине де екі елдің арасындағы туысқандық қарым-қатынасты біледі, хабардар. Екі тілдің арасында да бір-біріне ұқсастығын да біледі. Мысалы үшін алма деген сөзі бірдей. Мажарша, мадиярларда, мажаршада алма, қазақ тілінде де алма, мысалы үшін. Hogy a zenében is ez a hasonlóság teljesen megvalósul, mert nekünk se volt nehéz például ezt a CD-t létrehozni a kazak koncertélményeink után, mert úgy éreztük, hogy teljesen át tud bennünket hatni a zene, a kazak zene és a testvériség. Igen. Өздері музыкалық өнер жолын қуғандықтан ең бірінші сол музыкалық сезімді бірінші рет өзі айтып отыр. Бізге қазақ өнері, қазақ музыкасы өте жақын, сондықтан да фестивальдан кейін осындай CD шығарып, осы өлеңдерді жазу өте оңай болды дейді. Өйткені жақын тартамыз, түсінеміз, жақсы көреміз, сондықтан да музыкалық жағынан да жақындық бар екен сезініп тұрмын. Иә, музыка демекші, мына Тиланың қолындағы аспап та менің көзіме ерекше көрініп тұр. Ұстап көрсем рұқсат па екен?
Осмонде ходясты хаңсарт ләхәті Қалай аталады? Көшпенділер әлемі фестивалінде осы аспаптың ойнауында тамаша туындыларды гитараға да, домбыраға да бір ұқсастығы бар екен, не? Қобыз. Hungarian қобыз. Бұл мажарша қобыз екен. Қобыз. Қандай әдемі, өте ерекше, тіпті мына жеріндегі ортасындағы саңлауларының өздері ерекше жасалған екен. Қобыз деп аталады ғой? Қобыз. Қобыз. Өте ұқсайды қобыз деген атына. Өте әдемі. Бұл bizde домбыра қасиетті аспап, Sizlerде қобыз, солай ма? Nekünk is van dombránk otthon egyébként, és tanulunk rajta. Tavaly kaptunk a fesztiválon egy dombrát. Осмонде хоть nagyon hasonlít домбыраға. Қыздарымыз біздің үйімізде өткен жылы фестивальда сыйға тартқан домбырамыз бар дейді. Үйде өзіміз үйреніп жүрміз дейді. Домбыра тартуды үйреніп жүрміз. Ендеше 5-ші мәрте біздің елімізге келгенде сіздерден домбырамен шырқаған әндер күтеміз. Гаухар ханым, енді бізде уақыт өте тығыз, сондықтан айтып өтейікші. Этноауылда өтетінін шараның қай күндері және көрерменді хабардар етіп, сол кісілерді шақырайық. Тек қана қыздардың ғана емес, жалпы қаншама өнерпаздардың өнерін басқа да әртүрлі қызықтарды тамашалай алатынын көрерменге айтып өтейік. Мен алдында айтып өткендей, 7 мемлекеттің сонау көне заманнан бері сақталып келе жатқан әскери өнерлерін көрсететін адамдар келеді, өнерпаздар. Содан да басқа бізде керемет бір этникалық концерт болады, оның басталуы 6-да. Негізі фестивалінің өзінің басталуы таңертеңгі сағат 10-нан кешкі 10-ға дейін болады. Фестиваль Астана тұрғындарының қолайлығы үшін 2 төлемақысыз 2 шаттл бас әкімшілік жанынан және әкімшілік жанындағы алаңнан және Бәйтеректен жүретін болады. Одан да басқа бірнеше көліктер жүреді. Оның бізде қазір схемалар бар, оның барлығын біз қазір таратамыз тұрғындарға. Радиодан да айтылып жатыр. Соның ішінде кірім төлемақсыз кіреді, ішіндегі тағамдар, неше түрлі тағамдар, су болады, ол енді адамның өзінің ыңғайына қарай. Және де тегін мастер-класстар беріледі. Кішкентай ұлдар мен қыздар мен өздері сол сарбаздардың өнерлерін өздері байқап, істеп көруге мүмкіндік болады. Өте жақсы. Құрметті көрермен, осы демалыс күндерін міндетті түрде пайдалы өткізейік, рухани дамиық. Міндетті түрде біз сіздерді этноауыл кешеніне шақырамыз. Келіңіздер, демалысты тамаша өткізейік дейміз. Қонақтарымызға алғыс айтамыз. Көп рахмет. Өз елдеріңізге сәлем айта барыңыздар. Рахмет көп-көп. Дәл қазір бізде шағын жарнама, одан кейін ұлттық арнада қайта жүздесеміз.